басында маршал Чойбалсанға Сталиннен Оспан батырдың көзін жою бұйрығы түседі. Осылайша батырдың соңына жендеттер жіберіле бастады. Қыр баласының тірі жүруінен қорыққан орыстар күн сайын бір жала ойлап тауып Алтай қазақтарына Оспан батырды жек көрінішті етіп көрсетумен болды. Дәл осы жылы коменданттар соңғы күшін жиып Моңғолия шекарасына өтуге ұмтылды. Алайда Бәйтік тауында қоныстанған Оспан батырдың әскерінен ойсырай жеңіліп, Қытай мен Моңғолия елдерінің шекарасы белгіленді. Арада 2 жыл өткенде Мао Цзэдун Шыңжаңды азат ету операциясын бастауды Қытай армиясының бас қолбасшысы Джудиге тапсырады. Осылайша Қытай армиясының 40 полкі, бір полктың қолбасшысы Ван Жиннің басқаруымен 1949 жылдың 10 қазанында Шыңжаңды азат ету жорығын бастайды. Арада 10 күн өткенде 20 қазан күні тал түсте Үрімші қаласын соғыссыз бағындырған. Ван Жин Оспан батырға адам жіберіп Үрімшіге келіп бас иіп билігін мойындауын талап етеді. Оған жауап ретінде Оспан батыр: "Ұлттық тәуелсіздігімді мойындасаң барамын, Шыңжаңды түгелімен жұтамын десең мойындамаймын. Шамаң жетсе келде бағындыр" деп еш қаймықпастан жауап қатады. Өзіне қарсы келе жатқан жауының 40 полк жаяу әскері 3000 танк пен 1000-ға жуық ұшағының болуына қарамастан, дала қыранының бұлай жауап беруін нағыз ұлтын сүйген, елім деп еңіреген ердің рухының асқақтығын көрсетеді. Оспан батыр мен Нұрғожай батыр бастаған қалың қазақ Қытай армиясымен соғыс отырып Гималай тауларына қарай шегінеді. Келе жатқан дауылдан қаймыққан Сұлтан Шәріп пен Қалибек Хакім бастаған 100-деген мың қазақ Гималай тауларынан өтіп Такламакан жөлі арқылы Үндістанға бет түзейді. Кетерінде екеуі де Оспан батырдан өздерімен қосылып шетел асуын сұрайды. Елімде еңіреген ер көшпей, ата жұртында өліммен бетпе-бет қалады. Нұрғожай батыр Оспан батырдан бөлініп кетерде батырға райыңнан қайта қалсаң, бізге баруың үшін алдыңда кесіп өтетін 3 өткел бар. Мақай өткелі, Тәжінор өткелі, Қажырақ өткелі. Осының бәрінің сыртында бір тауды қарауылға алып отырмыз дейді. Алайда Оспан батыр ермей қалып қойған екен. Көшкен жұрт Гансудың Тыңхуан қаласына келіп керек жарақтарын түгендеп жатқанда Қытай армиясы халықты қоршап алып, арасынан жергілікті жерлердің жолына қанық бірнеше жігітті Оспан батырдың ауылын барлап қайтуға жұмсайды. Осылайша 1951 жылдың 19 ақпанында таң қараңғылығын пайдаланған қытайлар Оспан батырдың ауылын қоршап алады. Батыр атына мініп ауылдан қашып шығады. Әкесінің ағатының жоқтығын байқаған ұлдары Шердиман, Нығметолла және Нәби қоршауды бұзып шығып қашып құтылады. Алайда Оспан батырдың қашып шығуын күтіп отырған бір топ Қытай батырдың соңынан қуа жөнеледі. Орта жолда 2 орынбасары оқ құшқан Оспан батыр тау етегіндегі көл басына жеткенде атының тағасы тозып, аты жүре алмай қалады. Соңынан қуып жеткен қытайлар Оспан батырды жабыла ұстап байлап алады. Абақтыға жөнелтілген Оспан батыр 1951 жылдың 29 сәуірінде Үрімжі қаласында қалың бұқараның алдынан жүргізіліп, үкім бойынша ату жазасына кесілді. Қазақ үшін шайтанмен де келісуге дайынмын деп, ұлт үшін қасыққан